Капиталға сенім артыңыз. Сайлау алды науқаны басталғанда Америкадағы саясаткерлердің аузынан бостандық туралы жиі естиміз. Дегенмен де осы бостандықтың қайнар көзі қайда екеніне назар аударып жатқан ешкім жоқ. Ешбір жеке мақсаттарды көздемей, ешбір жасырын себептерді негізге алмай, жай ғана қызығушылық танытып, өзге елдің азаматтарымен салыстырғанда америкалықтардың қаржы жинақтауына көбірек мүмкіндік беретін әлдебір тылсым құбылыстың сырын ашу үшін оның қыр-сырын сараламаққа белді бекем будым. Мұндай зерттеулер жасауға менің толық құқым бар, себебі жарты ғасырдай уақыт бойы осы қозғалысты ұйымдастырып, оны сол қалпымен сақтап келген бірнеше адамды жете танимын. Бұл адамзат жарылқаушысының есімі капитал. Капитал ақшадан ғана емес, сондай-ақ өзгелерге қажетті тауарларды өндіріп, өздеріне пайда әкелуге бағытталған қаржы тиімді қолданудың жолдары мен тәсілдерін жоспарлайтын жоғары дәрежеде ұйымдасқан адамдар тобынан да құралады. Бұл топ ғалым, мұғалім, химик, өнертапқыш, қаржыгер, қоғам қайраткерлері, көлік мамандары, есеп-қисапшылар, заңгерлер, дәрігерлер мен өзге де өнеркәсіп және бизнес саласындағы білікті мамандардан құралады. Олар кәсіпкерлік саласында жаңа көпір салып жол бастайтын көшбасшылар іспеттес. Олар адамзатты ілгері сүйреуге атсалысатын қандай да бір ақпаратты көзден таса қылмастан колледждерге, емханаларға, қоғамдық мектептерге қолдау көрсетеді. Керемет жаңа жолдар салады, газеттер басып шығарады, үкіметтің шығынының көп бөлігін өтейді. Қысқасы, капиталистер дегеніміз адамзатты алға жылжытушы негізгі күш, себебі олар білім беру, ағарту және өркениет прогресін қамтитын фабриканы іске қосады. Ақылға салып жұмсайтын болса, ақша қауіпті нәрсе, алайда тиімді қолданылған кезде ақша өркениеттің маңызды қозғаушы күші болмақ. Капиталдың қоғамға қаншалықты қажет екенін ұғыну үшін отбасыңызды асырай алмай дал болып жүргенде ақша деген түсінік жоқ қоғамды көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Мысалы, қолда капиталыңыз болмаса, шай жинау үшін Қытайға немесе Үндістанға сапар шегуге мәжбүр болар едіңіз. Ал бұл екі елдің қайсысына болмасын, сізді оңай жеткізетін қысқа жол Америкада жоқ. Тіпті керемет жүзгіш болғанның өзінде де жарты жолда денеңіз талып, орта жолдан кері қайтудан басқа амалыңыз қалмайды. Дегенмен де сіз жеттіңіз делік, алдыңызда жаңа мәселе пайда болады. Ол ақша табу. Отбасын қантпен қамту үшін Кубаға қарай бағыт алуыңыз керек. Не Юта штатындағы қант қызылшасы алқаптарына жету үшін ұзақ жол жүруіңіз қажет болады. Ал ең бастысы, сіз бәрібір де қантсыз ораласыз. Себебі қант тазарту, тасымалдау, өлшеу және оны орындаудың өзін айтпағанда, оны өндіру үшін де күш-жігер мен қыруар қаражат керек. Жұмыртқа табу аса қиындық тудыра қоймас, өйткені жақын арада құс фабрикасының табылып қалу ықтималдылығы жоғары. Ал егер грейпфрут шырынын ішкіңіз келсе, қайтесіз? Флоридаға жол тартпақсыз ба? Ал бидай ұнын пісірілген нанды ұнатсаңыз, жақын дегенде Канзасқа бару қажет. Жүгері қауызын қалауыңыздан тыс ас мәзірінен шығарып тастауға мәжбүр боласыз. Себебі оны өндіру үшін арнайы құрылғыларды айтпағанда ақша және тағы да ақша қажет. Сәл-пәл тынығып алған соң оңтүстік Америкаға бағыт алыңыз. Мүмкін осы жерде аз да болса бананның дәмін татып қаларсыз. Ал қайтар жолда жақын жердегі сүт фермасына соғып, май мен қаймақ алуды да ұмытпағайсыз. Осылайша отбасыңыз да бір жасап қалсын. Күлкілі ғой, солай ма? Егер бізде капиталистік жүйе болмаған жағдайда, жоғарыда айтылған әрекеттер таңғы асқа қол жеткізудің жалғыз әдісі болып қалар еді. Сондықтан ойланғаныңыз жөн.